Сәлеметсіздер ме 9-шы сынып оқушылары, бүгін біз 26-шы жаттығуды орындаймыз. Ал есептерді толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал бірінші есептен бастайық. Бізде қатаңдығы 160 ньютон бөлінген метр, серіппеге 400 грамм жүк ілінген. Енді оның жиілігін табу керек. Бірінші біз 400 граммды килограммға айналдырамыз. Бұл 0,4 килограммды береді. Енді жиіліктің формуласы бізде 1 бөлінген т-ға тең, яғни периодты бөлгенге тең. Енді т-ны табу үшін біз 2π МК деген формуланы қолданады екенбіз, яғни периодтың формуласын. Енді периодтың формуласында орындарына қоямыз. 2 көбейту пи-дің орнына 3,14-ті қоямыз. Бірінің астында 0,4 массасы 160 К қатаңдығы 0,314 шығады екен. Енді жиілікті табу үшін біз бірді 0,314-ге бөлеміз деген 3,18 герцті береді. Мынау секунд. Есепте бізде серіппеге 30 грамм жүк ілінген, 1 минут ішінде 300 тербеліс жасайды. Серіппенің қатаңдығын, яғни К-ны табуымыз керек. Бірінші халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырып алайық. 30 граммды килограммға айналдырамыз, яғни 1000-ға бөлеміз деген сөз. 0,03 килограммды береді. 1 минут бұл бізде 60 секундты береді. Енді бірінші біз тербелісті табамыз керек, тербеліс периодын табамыз. Ол т бөлінген n-ге тең. Сонда бізде уақыт 60 секунд, оны 300-ге бөлеміз. 0,2 секундты береді, яғни бізде период осыған тең болады. Енді периодтың формуласын жазамыз. Бірасты m бөлінген k-ға тең. Енді осының теңдеудің екі жағын квадраттасақ. Мына жақты квадраттасақ. Сонда бізде т квадрат тең 4π квадрат m бөлінген k қалады. Осы жерден біз k-ны табуымыз керек. Енді сонда 4π квадрат m бөлінген т квадрат деген формула шығады. Осыға мәндерін қоямыз. 4 көбейту 3,14-тің квадраты көбейту 0,03 массаны жаздық. М бізде 0,2, т бізде квадрат болады. Сонда тең бізде 30 ньютон бөлінген метр болады. Жауап осы. Есеп. Егер бірдей уақыт аралығында бір математикалық маятник 10, екіншісі 30 тербеліс жасаса, олардың ұзындықтарының арақатынасын табу керек, ұзындықтардың қатынасын табу керек деген сөз. Енді бірінші біз тербеліс периодының формуласын жазайық. Ол бізде т тең болады т бөлінген n-ге, екінші формула т тең болады 2π математикалық маятник үшін l бөлінген g-ға тең болады. Енді осы екі теңдеуді теңестірейік. Сонда т бөлінген n тең болады 2π, бірінің астында l бөлінген g. Енді 10-ның орнына, мына жерде n-ның орнына біз n1, n2-ні қойып, L1 және L2 үшін жазып шығуымыз керек. Так. Бірінші, осы формуладан біз L-ді тауып аламыз. Квадраттайық екі жақты, сонда т квадрат бөлінген n квадрат тең болады 4π квадрат L бөлінген g. Енді осы жерден L-ді табамыз. L сонда тең болады т квадрат g бөлінген 4π квадрат n квадрат. Так, енді жеке-жеке L1 және L2-ні жазып шығайық. L1-ді жазамыз бірінші. Ол т квадрат g бөлінген 4π. Так, n-ның орнына n1-ді қоямыз, яғни 10-ді қоямыз деген сөз. Так, мына жерде 10 болатын болса, онда біз квадратты 100 болады деген сөз. Сонда т квадрат g бөлеміз 400π-ге. Бұл бізде L1. Енді L2-ні табайық. L2 дәл осылай, бірақ орнына 30-ды қоямыз. Квадрат g бөлеміз 4π көбейту 900 болады. 30-дің квадраты. Так, сонда бізде т квадрат g бөлінген 3600π қалады екен. Енді осы екеуінің қатынасын жазамыз. Яғни L1-ді L2-ге бөліп жазамыз деген сөз. Сонда т квадрат g бөлеміз 400π-ға. Так, көбейтуге айналдырдым, өйткені мынаны аударып жазамын. Сонда 3600π бөлемін т квадрат g-ға. Тең. Енді қысқартамыз, мынау жоғарыдағы мен төменгі қысқарады, пилар қысқарады, и 3600, 400 қысқарады. Сонда бізде қалады 9. Енді сонда L1
L2-нің қатынасы 9-ға тең. Немесе оны 9-1 деп жазса болады. Енді үй жұмысының бірінші есебін шығарайық. Бізге қатаңдығы 250 серіппе 16 секундта 20 тербеліс жасайды екен. Енді оның массасын табуымыз керек. Бірінші тербеліс периодын тауып аламыз. Ол Т бөлінген N деген формуламен табылады. Т яғни уақыт бізде 16 секундты 20-ға бөлеміз. Сонда 0,8 секунд болады. Енді тербеліс периодының екінші формуласын жазамыз. Бұл 2π бөлінген М бөлінген К-ға тең. Осы жерден М-ді табуымыз керек. Ол үшін екі жақты квадраттаймыз. Сонда Т квадрат тең болады 4π квадрат М бөлінген К. Енді осы формуладан массаны табамыз. Сонда Т квадрат К бөлінген 4π квадратқа тең. Енді осыған мәндерді қойып шығамыз. Бізде периодымыз 0,8. 0,8-дің квадраты көбейтеміз 250 бөлеміз 4 көбейту 3,14-дің квадраты. Жауабы 4 килограмм болады. Екінші есепте бірдей уақыт аралығында бірінші математикалық маятник 50 тербеліс, екінші 30 тербеліс жасайды екен. Енді олардың ұзындықтары біріншісі екіншісінен 32 см қысқа. Сонда бізде L1-міз тең болады L2 минус 0,32. Енді осы жерде біз осы екі маятниктің ұзындықтарын табуымыз керек. Бірінші тербеліс периодының формуласын жазайық. Т бөлінген N. Енді сәйкесінше бірінші маятник және екінші маятникке жазамыз. Сонда Т1 бөлінген Т бөлінген N1 болады. Екінші маятник үшін Т2 ол Т бөлінген N2 болады. Бізде не үшін Т-лар? Бізде екеуі тең болғандықтан бірден Т деп алсақ та болады. Енді осы екі Т-ларды теңестіреміз. Уақыттары, өйткені уақыттары бірдей деп тұр. Бірдей уақыт деп тұр. Сол үшін бізде уақытымыз тең болады Т1 N1 тең Т2 N2 шығады. Осы екі теңдеудің уақыттарын теңестірдік. Енді осы жерде Т1-ді табамыз. Т1-іміз бізде Т2 N2 бөлінген N1 болады. Енді мәндерін орнына қояйық. Т2 сонда көбейтеміз 50. 30 бөлінген 50 болады. Сонда бұл 0,6 Т2-ге тең. Енді бізде тағы бір нәқі жазып қоям. Теңдеу бар. Периодтың ол 2π түбірдің астында L бөлінген G. Осы формуланы мына теңдеутерге қойып шығамыз. Т1 тең 0,6 Т2 деп. Осыған екеуіне қойып шығамыз. Сәйкесінше L1 және L2 деп жазамыз. Бірінші және екінші маятник үшін. Сонда бізде қалады 2π түбірдің астында L1 бөлінген G тең болады 0,6. Енді Т2 үшін жазамыз. Көбейту 2π түбірдің астында L2 бөлінген G болады. Енді қысқаратындар бізде мынау екеуі қысқарып кетеді. И G-лар қысқарып кетеді. Сонда қалады түбірдің астында L1 тең 0,6 түбірдің астында L2. Енді түбірден құтылу үшін екі жақты да квадраттаймыз. Екі теңдеудің екі жағында. Сонда L1 тең болады 0,36 L2-ге. Енді бізде берілгені бойынша L1 L2 минус 0,32-ге тең екен. Енді біз L1-дің мәнін мына жерге қояйық. Сонда былай жазайын. Сонда L2 минус 0,32 тең болады 0,36 L2 қалады. Енді L2 осыны ықшамдаған кезінде бізде 0,5 метр қалады екен. 0,5 метр бұл бізде 50 сантиметрді береді. 50 сантиметр. Енді осы L2-ні таптық. Енді мынаны орнына қойып L1-ді тапсақ болады. L1 сонда тең 0,36-ны 0,5-ке көбейтейік бірінші. 18 шығады екен. Бұл сантиметр. Метр. Метр шығады. Сантиметрге айналдырсақ 18 сантиметр. Сонда жауабы 18 сантиметр. Бұл бізде бірінші маятник ұзындығы, екіншісінікі 50 сантиметр болады екен.